Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын, іші жұмсақ, сырты қытырлақ болып шығатын сазан балығын қоратын боламыз. Мен осылай сатушыдан сыртын тазалатып, бірнеше бөліктерге шапқызып алдым. Мінекей енді үйге келіп, осылай пышақтың көмегімен бөліп, бірнеше бөлікке бөліп алдым. Енді осыны жақсылап жуатын боламыз. Бірнеше қайтара жуыңыздар. Сыртында қабықшалары, ішінде қант, жаңағы артық заттар болуы мүмкін. Түйіршіктер, соның бәрін кетіріп, жақсылап жуыңыздар. Жақсылап жуғаннан кейін суын сорғытып аламыз. Мінекей, енді кішкене ғана тұздап шығамын. Тұзды, шым тұзды жағып шықтым, алды, артына, жанына, ортасына дегендей. Егер де тұзды ғып жегіңіз келсе, көбірек салсаңыз болады. Негізінде шым тұз жеткілікті. Осылай бірнеше минутқа қойдым, май қызғанша. Енді кішкене ғана ұнға екі жағын аунатамыз да майымызға саламыз. Сковородкада қуырсаңыздар да болады, өз еріктеріңіз. Мен қазанда қуырған өзіме ыңғайлы. Бетін жауып қоям арасында. Шашырамай, жан-жаққа майы, әрі өзімен өзі пісіп жатады. Екі беті қызарғанша осылай қуырып аласыздар. Примерно 5-10 минуттай арасында пісіп шығады. Мінекей балықтарымыз пісіп шықты. Енді әсемдеуге кірсек. Бұл да өз фантазияларыңызға байланысты. Мен қазір жапырақтарымызды қойып шықтым. Және помидор, үстіне қызыл пиязымызды тураймын, және укропымызды тураймын. Балығымыздың басын қойдым. Мінекей пісіп шыққан балықтарымызды әсемдеп қойып жатырмын. Қасына лимон қойып жіберсеңіз де болады. Кесіп, әртүрлі фигура жасап, лимонды ұмытып кетіппін. Бірақ осылай да өте дәмді болып шықты, әдемі көрінді. Мінекей пиязымызды дөңгелекше етіп турап, ашып қоясыздар. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шықты. Әрі тойымды. Мен енді арасына картофель, яғни картошканы духовкада пісіріп алған болатынмын. Арасына осылай кіргізіп қойдым. Ол да бір әсемдік үшін, әрі тойымдылық үшін. Бұл картошканың да рецепті менің YouTube каналымда бар. Қарап көріп шығыңыз. Маған подписаться етуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Құрманқожа Алтынай Ақылқызы. Видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Подписаться етуді де ұмытпаңыз. Рахмет сіздерге.